Бүгін кішкене уақытым болып, прямой эфирге шығып қояйын деп. Соңғы уақытта шықпай кеттім, өзіндік себептері бар. Ол тісімді емдетіп жатырмын, бір жағы. Және мынау қожаларымды емдеумен де біраз айналысып едім. Сонымен біраз шықпай кеттім. Бүгінгі прямой эфирім бір сұрақтарға жауап беру, сұрақ-жауап болсын деп отырмын. Яғни, қандай сұрақтарыңыз бар, соларға жауап беремін. Және маған жекеде көптеген сұрақтар келеді. Сол сұрақтарға да осы тікелей эфирде жауап беріп, өз ойымды айтамын деген ойдамын. Саламатсыздар, қалайсыздар? Менің соңғы уақытта инсайт болып жүрген, жалпы соңғы кездері өзімді қатты сұрақтардың жауабын тапқан осы психологияда, осы адамның өзін-өзі не үшін шектейді, адам жалпы өзін-өзі не үшін стресске түседі, адам не үшін өзін-өзі таба алмайды деген сұрақтардың мен жауабын зерттеп тапқандай болдым десем болады. Енді менен бұрын тапты ғой, әрине, көптеген психологтар, мен өзім кітап оқыған жақсы көремін. Психологиялық кітаптарды көп оқимын, орысша кітаптарды көп оқимын. Соның түйінін ретінде менің түсінгенім, тағы да осы сіздермен бөлісе отырайын. Ол, тағы да айтам, ол өзін-өзі бағалау. Адам өзін неге лайық көреді, сол нәрсе болады. Солай. Және ол былай емес. Айнаға қарап, мен жақсымын, мен әдемімін, мен күштімін дегеннен адам күшті, керемет, жақсы болып кетпейді. Аффирмация айтқанымен адам күшті, керемет болып кетпейді. Болмаса, тағы да ритуалдар бар ғой, түрлі қазір бар ғой, мынау білмеймін, қызыл көйлек киіп алу, жасыл носки деген, ондай нәрселер істегенмен адам күшті, керемет болып кетпейді. Ер адам болсын, әйел адам болсын, адам қай уақытта өзгереді? Адамның өзгеруі ол белгілі бір істерге қатысты, яғни шешілмей тұрған өз өмірінде толғандыратын мәселеге келген кезде, шешім қабылдаған кезде. Достар, шешім қабылдау адамның өмірін өзгертеді. Шешім қабылдап үйренген адам ол басқа жолға түседі. Егер сізде қазір бір стресс болса, егер сізде қазір маған мысалы бір келіншек жазады, көп жазады сол кісі. Мен түрлі семинарларға қатысады, ол кісі түрлі психологиялық нелерге қатысады да, бірақ айтады да, мен жақсы болып жүрем, бір апта жақсы болып жүрем, 2 апта жақсы болып жүрем, қайтадан сол бұрынғы құдыққа түсіп кетем дейді да, қайтадан бұрынғы стрессіме түсіп кетем, қайтадан бұрынғы даусым дұрыс шықпай тұрса, мен тісімді емдетіп жүрем, дауыс тамағым да ауырып тұр, кішкене барынша шығаруға тырысып отырмын. Сол бұрынғы құдығыма түсіп кетемін дейді да, қайтадан не үшін дедім да, не үшін? Ол білім алып жатыр, ол курстан өтіп жатыр, ол семинардан өтіп жатыр, ол өте білімді, талпынғыш, керемет кісі да, бірақ өзгермейді. Ойы да өзгермейді, өмірде өзгермейді. Шамалы 2 апта мотивация, 2 апта, 1 ай ары кетсе болды, қайтадан бұрынғы құдығына түсіп кетеді. Не үшін адам олай өтеді? Себебі ол адам өзінің өміріне қатысты бір шешімді қабылдамаған. Түсінесіздер ме? Яғни шешімді дұрыс қабылдамаған. Яғни ол адам немесе біреуге бағынышты өзінің өмірінде, немесе оған біреу бағынышты. Болмаса маған бір кісі жазады да, мен осындай бір жетістіктерге жетіп жатырмын дейді да, бірақ жетістіктерге жеткенмен менде бір жүрегімде қуаныш жоқ дейді да, жүрегімде бір тыныштық жоқ дейді. Сонда енді қараңыздар, сол кезде оған қойылған сұрақ, сіздің сол жетістікке жету кезіндегі мақсатыңызды кім таңдады? Өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде сіздің сол мақсатты сізді бағыттайтын адамдар таңдады ма?
осы өте маңызды, түсінесіздер ма? Яғни адам өзінің ішкі меңі болады ғой, адамның ішкі, сол мақсатты егер сізді бұрып жеріп басқа адамдар қабылдайтын болса, сіз басқа адамдарға сүйеніп мақсатыңызды өзгертіп жүретін болсаңыз, шешімді соған қарай бағыттап жүретін болсаңыз, сіз өмір бойы бақытсыз боласыз, түсінесіздер ма? Ол қалай? Ол деген, яғни өзгенің көңіліне қарау, өзгелер үшін өмір сүру, яғни былайша айтқан кезде өзін ойламайтын адамдар. Біздің қазақ халқында әсіресе өте көп ондай адамдар. Өзін ойламайтын адамдар өте көп. Біздің қазақ халқында, жалпы мен қазақ халқы төмен жаман деп отқан жоқпын. Мен өзім де сондай нәрседен өткеннен кейін менің түсінгенім, біздің әдет ғұрып, салт дәстүр бәрі керемет, күшті, бірақ бізде әсіресе әйел адамдарды, қыз балаларды біреуге бағынышты, біреудің былайша айтқан кезде біреуге мотиватор, біреуге бір осындай тәрбиелейді да. Түсінесіздер ма? Қыз баланы сен тұлғасың, сен де ертең бір нәрсеге жетесің, сенің өзіңнің жолың бар деп емес, біз бүйтіп айтамыз. Сен ертең бір үйге барасың, сен ертең қыз келін боласың, қыз боласың, болды. Мынау қазан ошақтың басында болды. Сол маңда тәрбиелейміз. Ол деген жаман деген сөз емес. Мен қыз баланың тәрбиесіне дұрыс, қыз бала қызмет етіп үйрену керек. Бірақ қыз бала ғана емес, ер балаға да қатысты ғой бұл жерде. Бұл жерде сіздің мақсатты, айтайын дегенім, сіздің өмірлік ішкі мақсатыңызды, мейлі ол профессия болсын, мейлі ол қарым-қатынас болсын, мейлі ол жұмыс болсын, мейлі ол кез келген нәрсе болсын, егер басқа адамға сүйеніп қабылдайтын болсаңыз, яғни сіз өзіндік тұлға емессіз. Сізде ішіңізде екі қасқыр айқасып жатыр да, ішіңізде. Ондай адам бақытсыз. Ондай адам 100 тренингке бар, 100 курсқа бар, 100 семинарға бар. Қазақтың әйелдері мода болып кетті ғой, мынау эзотерик семинарларға көп барады. Мен айтпаймын, ол жаман деп, ол семинарлар, эзотерический семинарлар көп бізде. Мен аттарын айтпай қойын, оны өздеріңіз де білесіздер. Хит болып жатқан барады, жаңағы бір нелерді оқып алады, айтады, үйтеді, бір ай, бір апта жақсы болып жүреді, артынан қайтадан сөніп қалады. Себебі не? Себебі адамда өзін өзі бағалау көрсеткіші жоқ, мақсат дұрыс қабылданбаған, адам шешім қабылдай алмайды, өзінің жолымен жүре алмайды. Адамда мынау стержен жоқ та, ішкі. Яғни ішкі стержен деген ол өзіне не керегін білмейді, өзінің не қалайтынын білмейді. Бізде осындай адамдар өте көп. Біздің қоғамда осындай адамдар өте көп. Өзінің не қалайтынын білмейтін адамдар өте көп. Бұл неге алып келеді? Бұл инфантильность общества дейді ғой. Яғни қоғамымыздың бірін-бірі кері тартқан адамдар ғой. Бірін-бірі кері тартқан қоғамға алып келеді. Сондықтан жаңағы әйел кісінің өзгермей жатқан себебі мыңдаған семинар, мыңдаған курстар, түрлі курстарға қатысады, бірақ өзгермей жатқан себебі жаңағы әйел адам, оның қарым-қатынасы дұрыс емес, оның отбасында қарым-қатынасы дұрыс емес, оның өзіне деген қарым-қатынасы дұрыс емес. Түсінесіздер ма? Өзіне деген адам қарым-қатынасын дұрыстай алмай, отбасында қарым-қатынасын дұрыстай алмай, шешім шығармай, өзін сыйлата білуге, өзгелерді сыйлай білуге, дұрыстап шешім шығармай, ол адамның өмірі өзгермейді. Түсінесіздер ма? Бұл туралы негізі арнайы практикалық жаттығулар бәрі бар ғой. Енді оның бәрін мен бұл жерде айта бермеймін. Жалпы бүгін сұрақ-жауап эфирі болады деген, тікелей эфир. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Тікелей эфирге шықпай кеттіңіз деп көп кісілер жазады маған, біраз көрінбей жатсыз деп, курс өткізбей жүрсіз деп. Мен қазір өзім өмірімде өмірлік сондай өтіп жатыр да, тәжірибелер және көп өзіме
ішіме көңіл бөлуге уақыт бөліп жатырмын. Маған курс өткізу өте былай, мен бүйтіп өткізе сап, маған өте үлкен жауапкершілік, ол мен үшін алып өткізе салғым келмейді, адамдардан нәтиже көргім келеді. Сондықтан ішімді көбірек қазып жатырмын. Ішімді көбірек қазған сайын көп деген сұрақтардың жауабын алып жатырмын да. Достар, адамның, енді жазып алсаңыздар болады, адамның өзгеруіне әсер ететін бір нәрсе, ол шешім қабылдап үйрену. Бүгін қай істе, жалпы қай нәрседе шешім қабылдай алмай жүрсіз, вот сол нәрсе сізді кері тарта береді. Түсінесіздер ме? Шешім қабылдап үйрену. Мейлі қарым-қатынас, мейлі жұмыс болсын, мейлі оқуға түсейін деп отырсаңыз да, мейлі бір жаққа барайын деп отырсыз, күнделікті біздің өміріміз таңертеңнен тұрғаннан бастап шешім қабылдауға байланысты. Адам екі түрлі жолмен жүреді. Ол біреуі жүректің шешімі, яғни жүрегіңіздің қалауы, біріншісі, екіншісі ойдың қалауы. Ойдың қалауы не дейді? Ойдың қалауы ол ойға жеңіл келетін нәрселерді жасау. Ойға, мысалы, сіз Инстаграм тұрса, алдыңызда кітап тұрса, ойыңыз сіздің Инстаграмды көріп кетеді, кітапты оқымайды. Себебі кітап қиын ғой ойға. Біздің миымыз, адамның миы соған бейімделген, оңай нәрсені жасауға, оңай нәрсені бізді қорғауға бейімделген. Мидың қызметі сондай ғой өзі. Сондықтан біз оңай жаққа жүгіреміз. Біз шешім қабылдауға жүгірмейміз, адамдар. Біз өміріміздегі проблемамызды шешуге жүгірмейміз. Біз проблеманы өзімізден іздеуге жүгіреміз, бірақ соның өзіміздің ішіміздегі қоқыс, өзіміздің ішіміздегі қорқыныштарымыздан аттай алмаймыз. Көп адамдардың да өзгере алмайтын себебі сол. Ішіндегі қорқыныштарынан қорқады, айналасынан қорқады, қасындағыларынан қорқады. Қорқынышпен өмір сүреді. Адам екі жолмен өмір сүреді. Біреусі қорқыныш, яғни қорқынышпен өмір сүреді, өзі де білмеуі мүмкін оны. Екіншісі ол наслаждение, яғни өмірден терең ләззат алып, действительно проблемаларын шешіп. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Сондықтан осылай қазір мен өз-өзімді тереңірек зерттеп, психология мен салам, мен осы салада оқып жатырмын. Осы салада үлкен жетістіктерге әлі жеткім келеді. Бірақ мен Инстаграм неде емес, мен жетістігім кәдімгі мемлекеттік уровень, сондай деңгейде жеткім келеді. Себебі халықтың деңгейі өте төмен, қазақ халқымыздың деңгейі өте төмен. Және артқа бізде тартып жатқан нәрселер өте көп. YouTube болсын, Инстаграм болсын, эзотериктар, бізді қолжаулық қып, өз-өзімізді қолжаулық қып жерге тастай салуға дейін баратын тәжірибелер өте көп. Сондықтан алдымен адам өзін бағалап үйрену керек, самооценкамен айналысып үйрену керек. Егер осы туралы толық білгілеріңіз келсе, мен профильді телеграм каналым сілтемесі тұр, соған өтіңіздер. Сол жерде кітаптар салам, оқиын деген кісілер болса, кітаптар салып тұрайын, оқыңыздар. Так, ал енді осы айтқандарыңыздан қалай құтыламыз дейді. Мен қазір бір сиқырлы сөз айтсам, сіз соны орындап құтылып кетесіз бе? Ол деген қадам-қадаммен болады ғой. Кез келген нәрсе, мысалы, сіз гүл отырғыздыңыз, есіктің алдына тал отырғыздыңыз. Ол бірден ертесіне өсіп кете ма? Өсіп кетпейді. Сіз оны бірінші отырғызасыз, оны дән күйінде егеді, ол мынандай не рассада болады, сөйтіп өседі. Оны күтесіз, су баптайсыз, су құясыз. Яғни бұл 3 айдан кейін, егер көкөніс болса, ал тал болса, қанша жыл, 1 жыл ма, 3 жылдан кейін жемісін береді. Сол сияқты қадам-қадаммен өзгеріс болады, эволюция қадаммен болады. Ешқашанда бүгін ұйықтап, ертең азанда өмірім өзгеріп кетеді, ертең азанда ойым өзгеріп кетеді, мен күшті болып кетем деген нәрсе жоқ. Онда егер ондай бір курс, ондай семинарлар болатын болса, это уже ол фальш, ол алдау да. Түсінесіздер ме? Сондықтан қадаммен жұмыс жасаңыздар, өздеріңізбен, қадам-қадам бойынша. Және шешім шығарып, ең бірінші шешім шығару, және сол шешім шығарудың жолында
қадамдарын жасау. Мен ол туралы салам деп отырмын ғой, телеграм-каналға салам, егер жасайтын болсаңыздар, және болашақта курстарда айтам деген ойдамын. Сұрақтар бар ма? Енді шамалы өзім туралы тоқтала кетейін. Мен өзім өте эзотеричный, мынандай адам болған, творческий адам болған да. Мен өзім, әкем ерте қайтыс болған. Әкем өте керемет кісі болған, және жылулығын өте берген да маған. Және әкенің жылулығын көрген адаммын, бірақ ерте кетіп қалды өмірден. Бірақ анамның мінезі қиындау болды да, содан инфантильный дейді ғой, сондай болып өстім. Действительно сондай болып өстім. Мен психология келуімнің өзі тегін емес шығар деймін да. Мектепте оқып жүрген кезде өте активная такая патриотка дейді ғой, сондай болған. Бірақ что-то не так, былай араласып кете алмайсың адамдармен, шын жүректен сөйлесе алмайсың, что-то бір нәрсе жібермейді да. Сөйтсем, мен, оказывается, я по природе учитель, да? По природе учитель, и маған не свойственно, жаңа жеңіл әңгіме, жеңіл жүру, солар не свойственно, бірақ қателескен жерлер болды ғой өмір болғаннан кейін. Бірақ не айтайын деп тұрмын бұл жерде? Бұл жерде айтайын дегенім, адам былай да, біз қателік жасаудан қорқамыз, адам балалары. Біз қателік жасаудан қорқамыз. Түсінесіздер ма? Біз бір нәрсе жасайтын болсақ, біздің подсознаниеміз қорқады қателік жасаудан. Бітті, мына қателікті жасасам мен, бітті, бұл болмайды. Өздеріңіз байқап көріңіздер, мен қазір өз-өзімді прям бақылаймын да, енді таң қалам да, до такой степени, тіпті инстаграмға шығудың өзі, мен білмеймін, кез келген нәрсені қателік жасаудан қорқамыз. Біз, ми, біз деп айтпайыншы, ми қателік жасаудан қорқады. Ол үйреніп қалған жолмен жүргісі келеді, ол битеді. Үйреніп қалғансың, осы тамағыңды іш, осы киноңды көр, осы жұмысыңды істе, басқа нәрсе істемеші дейді. Мидың өзі функциясы сондай ғой. Жан сақтау күйі ғой, бізді қорғату. Қателік жасаудан қорқамыз біз. Ал қашан сіз сол қателік жасау, мен кім бар ғой? Спантекс колготкиді ойлап тапқансыз кім еді? Лара Бейдж ба? Лара. Соның әкесі күнде сұрап отырады екен. Бүгін қандай қателік жасадың, қызым деп. Мен осы сөздің мағынасын түсінбейтім бұрын. Мен кітап көп оқитын деп тұрмын ғой, бірақ түсінбейтім да. Не үшін өйтіп айтады деп ше? Қазір мен өз-өзіме сөйтіп сұрақ қойып жүрмін да. Действительно, сол қыз, мысалы, сол әкесінің сұрағы арқылы, яғни бүгін қандай қателік жасадың? Жасамадым десе, әкесі ренжиді екен. Сол қыз, мысалы, колготки біздің қазір киіп жүрген, капроның колготкидің жетілген түрі бар ғой, кәдімгі. Бұрын білесіздер ма? Біздің жас кезімізде ондай колготкилар болмайтын. 98-90 айтайын қазір, 97-ге дейін где-то ондай колготкилар болмайтын. Біз андай қап сияқты колготки киетім, сап, сары, қалың, помните? Сонда ана қыз қанша попыткамен сол колготкиді шығарды. Ол қателік жасаудан қорықпады, ол біреудің күлкілерінен қорықпады. Бұл мен сіздерге мотивация беріп отқан жоқ, мен мотиватор емеспін. Мен реально мимен жұмыс жасайтын адаммын да. Просто мидың функциясын айтып отырмын да. Ми қателік жасаудан қорқады. Түсінесіздер ма? Сондықтан ми үйреніп қалған жолмен жүреді да. Үйреніп қалған жағдай, зона комфорта, тіпті сол тамақ, сол не, сол. Сондықтан күнделікті не бар, істей алмай жүрген, қандай қорқып жүрген нәрсеңіз бар. Ай, осыны істесем, неғып қалады-ау деген. Именно соны істеу керек та. Өзгеру үшін. Қателік жасау керек. Именно. Және ол қателік жасағаннан кейін өзіңізге ұрсу емес, ол қателік жасағаннан кейін өзіңізге былай айтып үйрену керек та. Қызық болды, я? Бұл қызық болды. Яғни өз-өзіңе қызық болды. Действительно, өз-өзіңе мотивация беру керек. Я? Шынымен мынау қызық болды. Осы қателікті жасағаным жақсы болды деп өз-өзіңізге ұрыспау керек. Көп адамдар біздің қателік жасамайтынымыз, өзгермейтініміз, өміріміздің өзгермейтіні, біз
қателік жасауға қорқып жүреміз да. Және бір нәрсені өмірде жасасақ, мысалы кез келген ортада дұрыс сөйлемей қалсақ, болмаса бір нәрсені дұрыс жасамай қалсақ, жұмыста болсын, үйде болсын, не істейміз? Өз-өзімізді кінәлап шығамыз ғой. Өз-өзімізді ұрысып ішімізден. Байқайсыздар ма? Мен постымда жазған кезде байқайсыздар, өз-өзін кінәлайтын родитель бар, адамның өзі бар, және бала бар, жан дүниесі. Родитель ол біздің ішімізде отыр, сыртымызда емес. Родитель, яғни өз-өзіңді кінәлайды, бірден кінәлайды. Әй, сен бәрібір сенен мынандай шықпайды, сен мынандай. Байқаңыздаршы, миды байқаңыздаршы, өздеріңізді бақылап. Айтады сол. Екіншісі бала. Бала деген ол қателік жасайды, ол ойнайды, ол любой нәрсені көре береді. Үшіншісі өзің, яғни контроль, өзіңді бақылау, я? Вот, сондықтан қателік жасаудан қорықпау, шешім шығару. Енді мен бұны как сіздерге мотивация ретінде айтып отқан жоқпын. Өзіме өткізіп, өзім бүйтіп адам біреуге айту үшін де өзіне өту керек қой. Мен бір жерде оқып алып айтсам қызық болмайды, өзіме өткеннен кейін барып айтып отырмын да. Действительно, осы нәрселер, яғни шешім шығаруға қорқады адам. Шешім шығару үшін қателік жасау керек. Қателік жасауға қорқамыз біз. Одан кейін оны қателік шешім шығарғаннан кейін оның артында пәленбай уақыт керек, табандылық керек. Яғни сол шешім шығарған ісіне жету үшін табандылық керек. Жарты жолда айнып кетпей, бұрынғы үйреніп қалған зона комфортына кіріп кетпеу үшін, мейлі жұмыс болсын, мейлі қарым-қатынас болсын, соның түбіне дейін жету үшін сенде табандылық керек. Яғни рух керек, дух керек, я? Түсінікті айта алдым ба? Біздің қоғамда ер кісілердің де, әйел адамдардың да біздің басқа мемлекеттермен салыстырған кезде өте төмен қалып кеткен себебіміз, ер адамдарымыздың охранник болып, таксист болып, әйел адамдарымыздың үйде отыратын себептері не? Бізді қалай өсірген әке-шешеміз? Көбіміздікі әке-шешеміз бізді басып өсірген. Яғни біз манипуляцияда өскенбіз. Көбіміздікі 90% сондай. Яғни біздің ішімізді өз-өзімізбен емес, біз басқа болуға тырысып өскенбіз да. Біз өз-өзімізді жақсы көрмейміз. 90% адамдар өз-өзін жақсы көрмейді. Осы қазақтарда именно. Солай. Вот өз-өзімізді біз жақсы көрмейміз. Біз өз-өзімізді төмен санаймыз, өз-өзімізді кінәлаймыз. Сондықтан мен самооценка маңызды, өз-өзіңді бағалау маңызды деп тегін айтып отырған жоқпын, достар. Осы нәрсемен қатты айналысыңыздар. Егер сен самооценкаң төмен болса, өз-өзің бағалау, өз-өзіңді кінәлау жоғары болатын болса, ондай жоғары болатын болса, сіз кәсіпте болсын, қарым-қатынаста болсын, қайда болсын жетістікке жетпейсіз. Жеткенмен уақытша, бүгін бар, ертең жоқ. Қазір самооценка туралы кітап оқып жатырмын, керемет инсайттар алып жатырмын енді. Вот құрдан бір курстарды өте бермей, просто кітап оқыңыздар, самооценкамен айналысыңыздар. Шын ғой? Рас, реально. Сұрақтар болса қоя отырыңыздар. Сұрақ бар ма? Бір кісі маған жазады, былай, бір ер адам жазады да. Ер адамның жазуы бойынша, ол ер адамның әйелі жаңағы кетіп жатыр да, енді ажырасып кетіп жатыр. Әйелі өте қиын екен мінезі, оның жаңағы ер адамның мақсаты әйелін ұстап қалу да. Сол мен курстарыма, семинарыма қатыстырғысы келді да. Бірақ енді ол ер адамға мен биттім да, өзім ойымда, егер әйеліңіз кетіп жатса, әйеліңіз неге ұстауға тырысасыз? Негізі самооценкасы төмен адамдар өзін біреумен байлап қояды, түсінесіздер ма? Өзін біреумен байлап қояды. Ешқашанда өзін қанша жас бересіз? Қанша жас деп қой? Қанша жастасыз деп қой? Қанша жас бересіз? Серік Мырза деп қояды дейді. Өзін біреумен байлап қояды. Олар или ойында иллюзия жүреді, или
өзін біреумен байлайды, ешқашанда өзімен өзін байламайды. Мен өзімде сондай болған. Яғни олар өз-өзін до такой степени бағаламайтын адамдар, яғни біреу арқылы өзін бағалайды ғой. Кім мен туралы не айтады, менің мына шешіміме, менің мына сіңілім не айтады, менің мамам, мынау туысқаным, менің көршім, подружкам, құрбым, солардың поддержка іздеп жүреді да, өзінің шешіміне, решениесіне. Осылар не айтады екен, осылардың айтқаны дұрыс деп ше, сөйтіп жүреді. Түсінесіздер ма? Өте жаман нәрсе. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген бүгін былай, ертең олай деген сөз ғой. Шешім шығарды ма адам, шешімге аяғына дейін жету керек. Ал аяғына дейін шешімге жету үшін сіз сол шешімнің дұрыс қабылданғанына, яғни көзіңіз нақты жету керек та. Соған сіздің 100%-дық уверенность дейді, сенімділік болу керек. Ал ондай сенімділік болу үшін адам күнделікті өмірде жаңа несін дамыту керек та. Өзіне күнделікті өмірде майда шүйдеде өзінің сенімділігін дамыту керек. Рахмет, 74 деп қояды ғой. Рахмет. Үлкейтіп жердіңіз. Өте рахмет. Сол мен түрім, мен жасым маңызды емес деп ойлаймын, мен сөзім маңызды деп ойлаймын. Менің айтып атқан сөзім маңызды деп ойлаймын. Мен түрім жас емес екенін білем, 81-ші жылғымын. Жас емес екенін білем, бірақ менің айтатын сөзім маңызды екенін білемін. Сондықтан солай, сізге күлкілі болса, маған да күлкілі. Басқа сұрақтар жоқ болса, эфирді аяқтайын. Посттарда беріліп жатқан тапсырмалар болса, орындауға тырысыңыздар, жасаңыздар. Контенттер беріледі, күшті контенттер беріледі. Сұрақ бар ма? Қандай мазалаған сұрақтарыңыз бар? Сексен бір мың, Серік мырза, 81 мың. Биыл 40-қа келеміз, Эфир сақталама. Парақшама сақтайын, Парақшаға сақтаймын. Сақтаған дұрыс сияқты, сақтап қойыншы. Тісімді емдеп жүрмін кішкене. Сосын шығар түрім сәл не болып көрініп тұрған. Имплант салдыру керек. Сонымен укол алып, біраз солай болып жүрмін. Солай, достар. Курс туралы сұрап жатыр кісілер. Март айының аяғы деп отырмын енді. Март айының аяғында болып қалады. Жақсы курстар болады. Самооценка, өзін-өз бағалау. Ол жалғыз қыз әйелдерге емес, бүкіл ер адам бәріне қатысты. Себебі онсыз өмір сүру мүмкін емес. Соны түсіндім. Өзім өтіп жатырмын ғой өйткені. Сол достар, сұрақ көп дейді. Қойыңыз, бір сұрақ жауап беремін. Негізі ой бақылау өте маңызды. Кешегі посттың тапсырмасын көрдіңіздер ме? Ой бақылаңыздар деп мен тегін жазған жоқпын да. Бірақ көп адамның мәселесі ой бақылай алмайды ғой. Көп адамның мәселесі эмоциямен өмір сүреді. Түсінесіздер ме? Яғни маған кім не айтты, мен кімге не айттым, кім не істеп жатыр. Так, не звонит, достар, мен эфирді аяқтайын, Так, эфирді сақтайын. Сонымен қош сау болыңыздар. Вот ой бақылау маңызды. Маған кім сырт нәрселермен емес, яғни маған кім не айтты, мен кім неге не айттым, там всякий сырт ой болады, іш ой болады. Іш оймен өмір сүрген кезде ой бақылау пайда бола бастайды. Соны жасаңыздар. Сол кезде өмір қызық бола бастайды. Так, маған тағы да звондап жатыр. Сонымен эфирді аяқтаймыз.